Менің тағдырымдағы бір жақсы күн әр кез еске түскенде ерекше толқытатын сәт. Бұл КазГУ-дың филология факультетін бітіріп, ақын Сырбай Мәуленовтың лирикасынан диплом қорғап, ұстазым Бейсенбай Кенжебаевтың сондай сен композитор болатын ыңғайың бар, шырағым, сені шақырып жүр екен. Мынау еркін диплом беріп жатыр. Енді консерваторияға бар, оқуға түс, Алматыдан кетпеш қайда деді. Өзімнің іштегі ниетім солай болғаннан кейін, бұл кезде менің 20 шақты әнім шығып, газеттерге, ол кезде көбінесе газетке, Ленинші жасқа шығады әндеріміз, журналдарға шығады, радиодан беріліп жатыр. Сол әндерімді жинақтап, консерваторияға келдім. КазГУ-дегі өнерпаздар қойған концертімізді көрген Кенжебаев ағай өте иман жүзді жақсы адам, елпілдеген ректор Құдыс Қожамияровқа кіргізді. Сонда әлгісінің кабинеті сондай өте сәулетті кабинет орындығында отыр екен. Мен есікті тықылдатып, кіре бергенде бойы сыптай, өзі сымға тартқан адамдай, қара торысы. Бұлай өте келбетті, бойында бір міні жоқ, сондай өте интеллигенттік мінезі ерекше көрініп тұратын адам екен. Сол орнынан түрегелді. Кел, мұнда отыр деді. Сені айтты, осындай әндері жазады екенсің, шығарады екенсің. Радиода нептеп тыңдап жүргендерім бар менің. Қан әндеріңді көрейік деді. Сөйтіп менің әндерімді папкадан біртіндеп шығарып беріп отырдым, оғысы ойнады. Мына саусақтар сондай салалы. Ана ненің үстінде жаңағы жел үстінде жарығай сәулесі сула дірілдеп деген Абайдың несіндей, клавиштің үстінде қолы діріл қағады, сондай. Жаны қалмай, біреуіне сүйсініп, біреуіне ойланып, біреуіне үндемей қалып, сосын бірақта мынау қалай деген сияқты маған бүйтіп қарап қойып, жаңағы солай ақырында ойнап болғаннан кейін, жаңа секретар қызын шақырып, 2 кофе, 2 жұмыртқа, 2 пирожки әкелді. Сөйтіп, екеуміз жаңағы маған сондай құрмет көрсетті. Сосын отырып айтты. Илюша деді маған айтты. Атың Илья екен. Оның мән-жайын сұрап алды мен енді қалай. Лениннің әкесінің атын қойған деп қысқаша жауап бердім. Илюша деді. Вот сен келіп отырсың деді. Университеттің дипломы бар. Жұмысың дайын сенің. Қай жерде қызмет етсең де. Сен еркін адамсың. Ал мына музыкаң ғажап, тамаша. Сен лириксің. Бұның ішінде романс та бар деді. Біз ақылдасамыз деді. Мені бір ғана ойландырып, бір ғана шаршатып жүрген жай бар деді. Міне сен келіп атсың. Әсет Бейсеуов консерватория шығып жатыр. Оның алдында бірнеше рет келген Әбілақат Еспаев. Кеше соғысқа қатысқан адам. Тамаша композитор. Мынау Сыдық Мұхамеджановпен қатар жастары. Сондай мелодист адам. Әндері керемет енді. Ал Шәмші Қалдаяқов дайындық курсын алдық. Енді негізгі курсқа түсірдік. Енді осыны оқу қалай болады? Оның жүгірісі көп екен. Жортақтап, радио, редакциялардың ортасында көп жүгіреді екен. Анау музыка теориясынан беретін Дубовский өте мінезі қатты адам. Одан жұрттың бәрі ағат. Сол бізді әптен сол кісінің ескертпесі шаршатты бізді. Оқуға түсетін болсаң, сен оқисың деді.
тиянақты түрде оқу керек деді. Қазір енді мен анау Великановтың классында Латип Хамиди келеді. Осы мен өзім барам. Брусиловский келеді. Сенің неңді сөйерде талқылаймыз деді. Сөйтіп отырды да айтты. Бір ойланған сәтінде. Осы балалар неге оқымайды? Ақтар мен қызылдардың қиқылдасып Қазақстанда соғысып жатқан кезі тарихтан белгілі ғой сендерге деді. Сонда мен өскен анау Жаркент. Сол жақта біздің ауыл бар. Сол ауылды шапты ғой. Ақтар шауып кетті. Ауылды қызылала қанға бояп, жаңағы ауылды өртіп, сонда менің жесір шешем 2 жасар мені ана үлкен Аласапыран Сұрапыл шайқас болып жатқанда, ауыл өртеніп, күйіп жатқанда, жылап-сықтап, ана секіріп, ошақтан секірген, отындардан секірген, тезектен секіріп, жаңағы қылыштар жарқылдап, мылтықтары атылып, түтіндетіп жатқан Сұрапылда шешем мені жаңағы үлкен қазанға төңкеріп тастапты. Өзі жаңағы тезектің түбіне тығылып қапты. Мен сол қазанға төңкеріліп, тірі қалыппын мен, дейді жаңағысы. Мен нәрестемін ғой, дейді. Сөйтіп мен 2 жасымда сондай сұмдықты көріппін, дейді. Мен осыны айтам, дейді, Шәмшіге де бәріне де айтам, дейді. Мен осылай жетілдім. Мынау музыка техникумы бар емес пе, дейді, Ахмет Жұбанов ашқан. Сол музыка техникумында менің шешем еден жуып, пешке от жағып жүрді. Сонда екеуміздің ортамызда бір галош бар, дейді. Жаңа шешем сол галошпен жұмысқа барады, дейді. Мен келген үйде тұрғанда сол галошпен менің кішкентай аяғым сол галоштың жартысына дейін мен сол галошпен далаға шығам, дейді. Сөйтіп жүріп оқыдым ғой мен деп сөйдейді. Сондықтан айналайын, оқуға түссең тиянақты оқы. Ана университеттің дипломына қарама. Сені оқуға алсақ, өте тиянақты адам Василий Великановқа берем. Сол кісі өте терең білімді адам. Бізге Қазақстанға Құдай берген адам Брусиловский, осы Великанов, мынау Хамиди. Сосын 2 дирижер, Сергей Шавельский, Леонид Шаргородский. Осы адамдар біздің. Енді мына біздің бүкіл қорды көтеріп отыр Анатолий Молотов. Кеше ғана атақты Қаравиктердің шәкірті керемет. Сөйтіп көтеріліп жатырмыз ғой біз, дейді. Ал мен ұйғырмын, дейді. Ұйғырдан шыққан бірінші профессионал композитор, дейді. Мен оқып жетілгеннен кейін мені осындай дәрежеде, мені ректорлық дәрежеде мені қоғам алға ұстап, осы үлкен оқу орны маған беріп отыр. Мен де бір ұлттың өкілімін ғой, Шырағым Илья, дейді. Сен енді университет бітірген адамсың, сендер түсінулерің керек бұны. Сендер балалды бары қарауға болмайды сендер. Мен осы бір ұлттың өкілі болғаннан кейін өз ұлтымды жақсы көрем ба? Жақсы көрем. Өз ұлтымның өскенін тілеймін ба? Тілеймін. Сондықтан 1-2 ұйғырдың баласын алсам, біздің әріптестер пендешілік, мына ұйғыр билеп баратыр деген сөздерді айтады. А неге мен оқытпаймын? Өз ұлтымды неге жетілдірмеймін? Ұлтжанды деп кімді айтамыз? Ұлтжанды деп Ахмет Жұбановтарды. Мынау жаңағы бізді тәрбиелеп осындай дәреже жеткізген. Ахаңда қазақ ұлтының ұлтжанды адамы ғой. Ахаңда тәрбиеледі ғой. Мынау шығарып отыр ғой барлығын. Оқуға түсірді барлығын. Сондықтан осындай пендешілік сөзге осының бәрін көтере жүріп, біз сендерді оқып жетілдіріп, мынау орыс жұртынан, еврей жұртынан, басқа жұртынан кем болмасын деген ниеттеміз, Шырағым, деді.
сөйтіп мен жаңағы талқылауға түстім. Латиф Хамиди өзі өте ілкімді адам, кішіпейіл, елпіл деген адам, елікті елпіл деген адам. Өзі кекеш таңдайын қағып сөйлеп отырады жаңағы. Жаны қалмай менің жаңағы ноталарымды ойна бастады. Сөйтеді да кейбір ноталарды өзіне қарай бұрады. Мынаны мен осы әннен вальс шығару керек дейді. Сосын кейбір әндер мынау романс, бұл маған келмейді деп қояды. Сосын неге айта береді бұны деймін ғой. Сөйтсем өзінің болмысы, композиторлық өзінің стихиясы дейді болмысы. Солай көбінесе мына вальс екпінді мелодияға ерекшене қалады екен. Өйткені қазақ вальсін жазды ғой. Ең алдымен өзінің татар вальсін жазды. Алғашқы вальс дейді. Алғашқы вальс өзінің татардың ұлттық вальсін жазды. Москвада Мұса Жайлымен бірге оққан ғой бұлар. Сондай енді келіп біздің қазақ вальсін жазды. Бүкіл әлемге танытты бізді. Сол ойнап отырды. Ана кісі сондай ақылды адам, байып бүйтіп тыңдап отырды. Великанов. Өте басында өте мелодично дейді отырады. Брусиловский. Ноталарды бүйтіп қоя береді. Сосын әрқайсы пікір айта бастады. Великанов айтты, мен шын көңілмен осы жігітті өзіме классыма алар едім деді. Сосын дәл осы кезде біздің үстімізге жаңағы Құдыс Қожамяров келді, директор. Сосын келді, ну как деп сөйледі. Жұртты бәрі енді Брусиловский қарады. Брусиловский қарап отырды да. Нотаға әрқайсына қайта қарайды. Все логично, все на месте. Законченный шығарма, произведение, романсовый, сондай деп айтып отырды да. Казахская традиционная мелодия деді. Сөйтеді Біржан Сал, Ақан Сері соларды Абайды атады. Осылай. У казахов своя консерватория. Это народная музыка деді. Бұл жігіттің музыкасының бәрі народный, халықтық. Ну, ертең біз оқуға аламыз. Егер алсақ алуға болады деді. Бірақ дәл осының композиторлық болмысын біз білдіреміз деді. Өйткені біз оны үлкен жанрға салып жібереміз. Ол ән, бұл песендік бұл деді. Бұл кешегі Біржан Сал, народный композиторлар сияқты песендік адам. Біз одан бұрып жібереміз. Үлкен жанрға саламыз. Симфониялық поэма, аспаптық музыка, фортепианный, скрипичный, тағы басқа сондай виолончельге жазылған шығарма деп солай не қылып қоямыз. Мысалы, Садық Мұхамеджановқа біз зордың күшімен жаздырдық, ана вариацияны, Балғадиша деген. Сол мысалдың бәрін білесіңдер ғой деді. Сондықтан мен бұл жігітті менің ойымша қозғамайық. Өзінің дипломы бар, қызметіне кіріссін, бізге келіп тұрсын, радиоға барады екен, әндерін көрсетіп тұрсын, өз бетімен жазсын, өзінің ұлттық, халықтық музыкада бойына сіңген қасиетінен ажырап қалмасын деді. Сондықтан Брусиловский да айтқан сөз болды. Сосын Құдыс Қожамяров маған басымнан сипады бүйтіп. Сипап отырды да айтты. Илья, мені шешім осылай. Университеттік дипломым бар. Сен қобалжыма. Бізбен шығармашылық байланысты бол. Келіп тұрасың. Өзің сияқты қазақтың песенник композиторлар. Мына бізден шығып кетсе де жүр ғой, Әбілақат Сеспаев. Керемет әндер жазып. Біз бәрібір сыйлаймыз оларды деді. Сөйтіп менің сол жаңағы композиторлық
талабым, тілегім осындай мәмілемен аяқталды, бітті. Мен сол көп ұзамай Қазақстан пионері газетіне өнер бөлімін басқаруға қызметке тұрдым. Мені осы бір кішкентай газеттің өзі. Сол кезде бас редактор Сансызбай Сарғасаев деген балалар жазушысы, сондай елгезек, елпілдеген, бұлай жан сарайы, таза, кісілік, адамгершілігі сондай инабатты, қарапайым, көпшіл, кішпейіл сондай адам. Сол кісі маған өнер бөлімін басқарды. Менің алдымда жаңа оны Қосжан Мүсірепов деген ақын жүргізген екен. Ол кісі науқастануға байланысты шығып кеткен. Енді сол кезде жауапты секретарымыз газеттің. Мұна әкім Тарази, әкім Әшімов болатын сол кезде. Біздің алғашы менің мақалаларым осы кісілердің қолынан өтті. Газетке жер-жерден мектептерде көп келеді. Мен енді көбінесе өнер жағынан үлкен авторларды тарту керек болды маған. Сонда сол Сарғасаев ағайдың айтуымен қазақтың тілі жөнінде көбінесе Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин сияқты кісілерге ылғи өтініп мақалалар жаздырып алып тұрдық. Сосын ескерткіштер археология жөнінде ескі баяғы қазақ заманы, атам заманғы көне тарихының кейбір жаңағы белгілері жөнінде Әлкей Марғұлан. Енді музыка жөнінде Ахмет Жұбанов. Театр жағынан да беріп тұрдық. Оған жаңағы мынау біздің режиссерлар, актерларды есімнен кетпейді, Камал Қармысов сияқты елгезек актерлар. Содан кейін жаңағы әншілерден Жамал Омарова, аспаптық музыканың сол кездегі корифейлері, қобыздың екі керемет қобызшы Дәулет Мықтыбаев, Жаппас Қаламбаевтардың жаңағы қобыз күйлер жөніндегі әңгімелерін. Сосын Ақанның берген мақаласында Біржан Сал, Мұқит, Ақан Сері, Жаяу Мұса, осылардың барлығы осылай беріліп жатты. Ол жүйелі түрде берілді. Және оның гонорары сондай Лениншас газетінен жақсы болды. Мұқаңның өзі біраз мақалалар шығады ғой. Біраздан кейін біреуді жібереді. Кімде? Әлкей Марғұланда. Бізге тиесілі не болса, гонорар болса, осы балалар доверенностьтен алсын деп жаңағы соны беріп отырады. Менің осы газетте жүргенде алғашқы зерттеу ісіне қызығуым осылай басталды. Келе, мына Мұхтар Әуезовтың әдебиет жөніндегі зерттеулері. Бұл бір ғажайып нәрсе. Ол университеттегі мысалы ала алмаған кейбір тұңғиық сырларды сол Мұқаңның несінен байқап жүрдік. Енді Ахмет Жұбанов маған айтты бір жолы. Сен, Әлия, мынау ықылас күйші қобыздың ұлатасы, осы жөнде менің жазған биографиялық әңгімеме сен бір пікір айттың деді. Мен ұмытып қалыппын. Сасқалақтап қалдым. Не жөнінде айттым? Менің мына халық композиторы жөнінде
струнный столетие, ғасырлар пернесі деген кітабымда ықыласты оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданында туған деп жазыппын. Шын мәнінде сенің айтуың бойынша зерттеп қарасам, бұл Қарағанды облысы Жаңарқа ауданында туған ықылас екен деді. Шырағым, осындай тірлігіңе, сосын мен ара қатынасыңа, сосын жазып жүрген әндеріңе ерекше мен көңіл бөліп, саған айтар ақылым, осы мен мынау халық композиторы жөнінде, кітабым жөнінде өзіңе ғана айтайын шырағым деді. Бұл көпшілік айтылатын сөз емес. Осы кітабым жөнінде кешегі 50-ші жылдардың ішінде әлгі үлкен тарихшыларды бәрін бәткерде қылып, жер аударып, түрмеге түсіріп, қызметтен айырып, сөйтіп жатқан кезде ол қоқайды мен де көрдім. Сондықтан мен көп жағдайда жазам деген нәрселер жаза алмадым. Сендер жазсыңдар, командировка көп шығасыңдар. Жүрген жерінде қазақтың ән күйі жөнінде деректерді, аңыз әңгімелер, ауызша көзі қарақты, көкірегі күмпірлеген ақылды адамдар болады. Соларды ыждағаттап жазып жүр деді. Содан мен ықыластың өзін, ықылас өйткені бізбен аталас адам, сол қариялар, көзітер қариялардың әңгімелерін жаза бастадым. Кейін ықылас туралы романым жарыққа шықты ғой. Енді күн сал сері, бір жан сал ақан сері. Сол осы арқаның халық әндері, Құдай сақтасын, керемет. Соның ішінде жаңағы менің ерекше қызықтырғаны осы Балқадишадан бастадым, ақан серінің. Сөйткен кезде олай ететінім, радиоға барып жүреміз, Шәмші екеуміз. Әніміз шықса екеуміз лыпылдап барамыз. Бізді ерекше жақсы көреді, қабылдайды, әндерімізді алады. Сонда музыка редакциясының аға редакторы Мақсүтек Майшекин деген кісіге бізге ерекше жаңағы көңіл бөледі. Өзі сыпайы адам, Қарқаралының қазағы, өте мінезі бай, байсалды, таза, сосын әндерге ерекше зерделі адам. Сол кісі 1939 жылы алғаш рет музыка редакциясы ұйымдасқанда бас редактор болып Ахмет Жұбанов, оның орынбасары болып осы Мақсүтек Майшекин тағайындалған. Сөйтіп осы біреуі ақаң, біреуі мақаң болып, екеуі осы редакцияны керемет басқарған. Сөйтіп жарты жылдан кейін ба Ахмет Жұбановты ғылым академиясына ауыстырады, ғылыммен айналысуға. Соның орнына Мақсүтек Майшекинді қойып кетеді. Осы Мақсүтек Майшекин сол кезде Балқадишаның күйеуің 85-те Шалқадиша дейтін текстісін жазған екен. Ал мен әншілерден ескі Жүсіпбек Елебек, Манарбек Ержанов, әсіресе Манарбек Ержанов жаңағы Балқадишаны жақсы айтатын. Сол кісілерден сұрасам, өлең мүлде басқа. Сосын мына кісі қалай деп сұрасам, бұл кісі айтады, жоғары жақта шешілген дейді. Сол кезде бір науқан болған шырағым. Оны кейін тексеріп, зерттеп аласыңдар. Біздің ешқандай неміз жоқ, қиянатымыз жоқ. Тапсырма солай болды. Қазақтың белгілі керемет әндерімен советтік социалистік қоғамды нығайту үшін еңбек тақырыбына, әйелдердің теңдігі тақырыбына, ұлттар достығы тақырыбына, сондай ықпалды халықтың жүрегіне тез жететін атақты әндерге жаңаша сөз жаздырдық. Оған Иса Байзақовтан бастап бәріміз жұмылдық, бәріміз жаздық. Сөйтіп талай ән өзгертілді ғой шырағым. Мені осыдан бастап мен жаңағы Балқадишаны зерттей бастадым. Сонда Манекеңдер айтады, Манарбектер, қыз едің Абекеңнің Балқадиша өзенді өрлей біткен Талқадиша. 80 қыз серуенге шыққан кезде ішінде қара басың Қанқадиша дейді. Осы неге айтпайсыз қазір десе? Аны жоқ, айтқызбайды. Сен тәбәріш дейді. Тәбәріш дейді маған айтады. Әйт, сен тәбәріш.
Ондай сұрақпен мені қинамады деп. Міне осындай қызықты жайларды көріп біліп, бәрібір сол Манарбек, Мұрат Толыбаев басты ауысты. Арқаның әндері сұмдық, Құдай сақтасын. Жүсіпбек Елебеков, сосын Қарағандыдан Бағабек Көшкінбаев. Солар. Сосын жібектей сызылған бір кісі жүреді, көп үндемейді. Қуан Лекеріп деген кісі. Бұл жаңағы Жүсіпбек Елебековтерден де асқан әнші бұл. Бірақ мінезі сондай жұмсақ, елеусіз ғана жүретін адам. Әндері радиода бар, бірақ көп берілмейді. Кейін аштым ғой оның барлығын. Өйткені маған сол жұбайы бәйбішесі келді, немересін жедік. Шырағым Ильяжан, біздің қарияның несі бар ғой осында деп. Сөйтіп көп әндерде қайтан тірілтіп алдық. Оны Қайратбай осында айтты. Сөйтіп менің зерттеушілік алғашқы мақалаларым, әңгімелерім шыға бастаған кезде бір күні радиодан маған шақыру келді. Бұл 1963 жылдың август айы ма, солай күз енді. Демалыстан келген кезім еді. Газеттер 4 жыл қызмет еткен. Сол қызметте жүріп жаңағындай менің музыка туралы мақалаларым аян болған. Ақырында мен Қазақ радио телевидениесінің жүйесіне редактор болып қызметке тұрдым. Мені біріншіден жастар редакциясына теледидар қалды. Сонда бас редактор Жаппар Өмірбеков, бас режиссер Сапарғали Шарипов, Зәмзагүл Шарипованың жолдасы, семейлік, өте білімді адам. Осы енді анау эфирді жайнатып жүреді. Жоқтан бар жасайды. Ол кезде теледидарда жазып алып артынан беретін жағдай жоқ. Тікелей эфирге шығамыз бәріміз. Сол қызмет істеген кезде кімдер болды біздің редакцияда? Әбдікәрім Ахметов, Саттар Сейітқазин, Жақан Смақов, режиссер Әсман Дүйінбаев. Міне орыс группасында жаңағы Ильяс Жансүгіровтің баласы Болат Ғабитов орыс группасында істейді. Чирков деген орыс жігіті бар, өзі инженер, бірақ әдебиетке, жаңағы өнерге өте зерек, осылай жұмыс істедік. Мен сол алғашы келген жылы менің бүкіл жаңағы эфирге үйренгенім сондай. Сонда Айлы саната деген менің телеспектаклім қойылды. Жап-жас жігіт. Айлы санат. Ол әуелі радиода новелла болып берілген. Енді соны бұлар маған спектакль жасау керек. Жасадым. Сонда Бетховен рөлінде Шахан Мусин, Бетховеннің сүйген қызы Джульеттаның рөлінде Зәмзагүл Шарипова, оның әпкесі Терезаның рөлінде Қадиша Бөкеева. Осы 3 актер ойнады. Ол кезде жазып алу жоқ. Бүгін қойылды ма, кетті, бітті. Енді қайтып қоя алмайсың. Сөйтіп жүргенде бір күні тағы да вальспен қоштасың. Штраустың вальсінің хикаясына тағы спектакль жасады. Оны Әсман Дүйінбаев қойды. Соғыста 2 аяғынан айырылған Балеронның тағдыры. Енді ол кейін менің «Қош бол вальс» деген повесіме өзек болды осының барлығы. Сөйтіп менің енді телевидениеде осылай жұмыс істеп жатқан кезде тірлігіміздің бәрі сондай өте қызықты болып жүріп жатты. Енді сол кездегі радио телевидение комитетін басқаратын Кенжеболат Шалабаев деген кісі өте жан-жақты білімді, әдебиетке зерделі, мынау Расул Ғамзатовтың кітаптарын қазақшаға аударған менің Дағыстаным ба, соны аударған адам бүкіл қазақтың өнері мен мәдениетін алақанға салып отырып, бізде летучка дейді ғой, солай сөйлейді.
теледидарда не беруіміз керекпіз? Мысалы, ол кезде жаңағы орыстар, еврейлер өте басым. Олар өздерінің бірдеңелерін айтып отырады. Алғы бізге кереғар жұмыстардың барлығы. Біз олармен тайталасып қалғанбыз. Оларға әлі сол кездің өзінде бой беретін түріміз жоқ. Кәдімгідей тіресіп қалғанбыз. Бүйткен біліміміз де жетеді. Анау жаңа теледидардағы бүкіл жаңағы жұмыстың процесінің бәрін бір деңгейде жүргіземіз солармен. Ақырында мені бір күні тағы да не өзгертті. Қазақ радиосының музыка редакциясына алды. Сөйтіп мен 1964 жылғы апрель ма, содан 84 жылға дейін 20 жыл Қазақ радиосының музыка редакциясында әуелі жай редактор, одан аға редактор, одан кейін бас редактордың орынбасары. 10 жылда кемеліме толған бүкіл музыка қайраткерлерінің бәрімен істес болған. Өзімізді тыңдатып, солармен әптен жұмысымыз бірге біте қайнасып кеткен сондай дәрежедегі жаңағы бүкіл радиодағы насихат, жазу, жаңағы барлық жанрда радионың музыкалық редакциясының барлық жанрда жазуы, барлық соның барлығына менің алдымнан өтіп жатты хабардың бәрі. Мен Москваға 2 рет бардым. Бүкіл одақтық радионың, телевидениенің несіне командировкасында болып, сонда радиоспектакльдер, телеспектакльдер қалай жасалады. Мені сол кереметтердің бар. Көркемдік совет қалай өтеді. Мүшелері қанша адам? Бізде 14 адам болды мысалы. Соның мен көркемдік советтің төрағасының 10 жыл бойы осылай отырдым. Біздің алдымыздан ешқандай шалапай, ешқандай халтура, ешқандай әлгі келдік еш нәрсе өткен жоқ. Біздің көркемдік советтегі 14 адамның ішінде керемет адамдар бар, композиторлар, дирижерлар, мысалы. Кейбіреуіміз Ғайыз Ахметовна, Ришат Абдуллин, дирижер Алдаберген Мырзабек, композитор кейде Нағым Меңдіғали, Мансұр Сағатов, сосын жаңағы кейде әншілерден қосамыз, жас әншілерден, Лаки Кесоғлы, мысалы. Сосын ақыннан бір адам, кейде Қуандық Шаңғытбаев, кейде Мұзафар Әлімбаев, кейде Қадыр Мырзалиев сияқты олар шақырамыз. Олардың өзінде де песенник дейді, песенник ақындар дейді. Соларды ғана таңдаймыз. Өйткені ол кезде әндерге көп сөз жазған Мұзафар Әлімбаев, Қуандық Шаңғытбаев. Осы екеуі ерекше не қылады. Осы. Біздің Худсоветке шығармасын ұсынғанда қазақ музыкасының корифейі атақты Брусиловский, азуы 6 қарыс дейтін, айбатты алпауыт композитор сол шығармасын өткізгенде коридорда жүреді. Менің секретар қызы болды, Люда Зейбел деген. Бір қағазға сыртқа шығып кетеді, бірдеңе алып келуге. Сонда сұрайды екен, Любушка, ну как наши дела там, деп жаңағы қобалжып, біздің Худсовет қалай қарсы алып жатыр. Міне сондай біздің кезіміздегі шығармалар эфирге қазіргідей емес. Сонда біздің көркемдік советтен өткен шығармалар
қабылданды ма? Симфониялық оркестрде орындай ма? Жоқ, опералық спектакльдер орындай ма? Сол моментті 1 айдың, 1,5 айдың ішінде түгел жазылуға тиіс. Сөйтіп, оның бәрі қабылданады. Малый худсоветпен дейді. Шағын худсоветпен, екінші худсоветпен қабылданады. Сондықтан анау-мынау сұмдықтар өтпейді эфирге. Көрдіңіз ба? Сосын көркемдік совет енді фонотекада жылдар бойы жиналған музыкалар. Жаңа айттым ғой, Қуан Лекерев деген кісінің несі берілмей жатқан. Солай талай домбырашылардың, талай әншілердің несі ескерусіз қала береді екен шаңның тозағының астында. Сосын жаңағы малый худсовет, шағын худсовет жұмыс істейді, соны біртін алып, тазалап, қайта көшіртіп, сосын ешқандай нейтроновты дейді, ешқандай кез келген концертке ала бермейтіндей етіп, өмір бақи блок жасап, соның бәрін неғып қоятынбыз. Ал соның бәрі қазір алтын қорда тұр. Сөйтіп енді радиодағы менің жұмысым осылай жүріп жатты. Сол 84 жылы маған озат редактор ретінде Волга берді. Оның алдында отличник радио-телевидение СССР деген төс белгісі бар, значок берді. Атақ берді сондай. Сосын енді Волга, керемет Волга беріп атқаннан кейін, сол сәтке дейін жинаған терген бүкіл менің фольклорлық жаңағы зерттеулерім барлығы көз алдымнан кино лента сияқтап өте бастады бүйтіп. Енді бір жан салды жазуым керек. Ақан серіні, Мәдиді, міне яқта мұхиттар бар. Бұл қалай? Енді оған уақыт керек дедім да толық жазу жұмысына шығып кетті.